Біреуі күріш жеймін деді, біреуі пюре жеймін деді. Сонымен кеше үйдегілерге осындай тағам дайындаған ғой. Барлығын дымын қалдырмай жеп қойды ғой. Нанға сүт құйып жібітіп аламыз. Тартылған ет пен пиязға жаңағы нанды салып, тұз бір үшін сеуіп, жақсылап араластырып, котлеттер дайындаймыз. Және сары майда өзімнің сүйікті беста басмати ұзын дәнді крахмалсыз күріштерімді жақсылап жуып қуырып аламын. Осылай сары майда қуыратын болсаңыз, күріштеріңіз шашырап өте дәмді болып піседі. Тұз сеуіп, жабыса бастаған кезде су құйып, баяу отта 15 минуттай пісіріп аламын. Және майда котлеттерімді қуырамын. Қаласаңыз, күріш дайын болып қалған кезде жүгері қосып араластырып жіберсеңіз болады. Енді котлеттерді жаңағы табадан алып, суға томат, қаймақ, бір шай қасық ұн қосып жақсылап араластырып, котлеттердің үстінен құйып, шамамен 10-15 минуттай баяу отта бұқтырып пісіремін. Осы уақытта өзімнің сүйікті Veta Premium Oppa қара жапырақты шайымды демдеп қоямын. Әрине, картоп пюресін барлығыңыз дайындау білетін шығарсыздар. Осымен біздің кешкі асымыз дайын, өте тойымды әрі дәмді, ерекше болды. Ас болсын.